Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Жаратылыстану сабағына қош келіпсіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жер мен күн. Бұл сабақта сіздер жер мен күн туралы түсінік қалыптастыратын боласыздар. Оқушылар, ендеше дәл қазір сіздерге видео көрсетілім көрсететін боламын. Барлығымыз назар аударып қарайық. Айнала қандай әдемі. Міне, күнде ұйықтауға кетіп барады. Аға, ол қайда барып ұйықтайды? Күн ешқайда бармайды. Қалайша? Күн шығатын жақты шығыс, бататын жақты батыс дейді деп өзіңіз айтып едіңіз ғой. Дұрыс. Бірақ күн жерде емес, жер күнді айналып қозғалады. Және ол өз білігінен батыстан шығысқа қарай айналады. Сондықтан бізге күн шығыстан шығып, батыста батқан сияқты болып көрінеді. Демек, қазір бізде кеш болса, жердің басқа бөлігінде күндіз бе? Иә, Күн болмаса қайтер едік? күн жарық пен жылудың көзі. Білем, күннің жарығы мен жылуы болмаса, жер бетінде тіршілік болмас еді. Иә, күн аса маңызды тіршілік көздерінің бірі. Күн жердің табиғатына, климатына, ауа райына, тіршілік иелеріне, су айналымына ықпал етеді. Тіпті жер шарының әртүрлі бөліктерінде өмір сүретін адамдардың терілерінің түсіне де әсер етеді. Күн жердің барлық тұсын, бірақ түрлі бағытта қыздырады. Сондықтан жыл мезгілдері түрлі құрлықта түрліше ауысып отырады. Аға, жалпы күн деген не өзі? Күн жұлдыз. Жұлдыз? Күн лаулап жанып тұрған, өзінен жарық пен жылу шығаратын газды шар. Оның бетіндегі температура 6000 градус болады. Күн жүйесінің негізгі денесі. Оны 8 планета айналып жүреді. Күн жерге ең жақын орналасқан жұлдыз. Соның өзінде олардың арақашықтығы 149 миллион 600 мың шақырым. Ол өте көп шығар? Иә, ғарышта шақырыммен өлшеу тиімсіз болған соң, ғалымдар олардың аралығын жарық жылдамдығымен өлшейді. Ол не? Мысалы, күннің сәулесі жерге 8 минутта жетеді. Күн жерден әлдеқайда үлкен. Оның бел ортасына 100-ден аса жер шарын сыйғызуға болады. Аға, жұлдызымыздың жасы нешеде? 4,5 миллиард жылдай. Дегенмен, ол ең жас жұлдыздардың бірі. Аға, ертең күнге қыздырынуға барайықшы. Міндетті түрде барамыз. Қазір үйге қайтайық. Кеш батып барады. Жер неден тұрады? Жер топырақтан, тастан, құмнан тұрады. Жер астында су бар, пайдалы қазбалар бар. Дұрыс айтасың. Біздің ғаламшарымыз күн сияқты болғаны ғой. Жоқ, күн сияқты емес. Күн жарық пен жылудың көзі. Ол жұлдыз. Ал жер болса планета. Планеталар өзінен жарық пен жылу шығармайды. Шынымен қателесіп қалыппын. Мен ғарыштан түсірген жердің суретін көрмедім ғой. Я? Ғарыштан жер қандай болып көрінетін еді? Ғарыштан жер көгілдір болып көрінеді. Дұрыс. Кеттік. Әрі қарай жаттығайық. Оқушылар, бәріміз видео көрсетілімді мұқият тыңдадық па? Олай болса, білімімізді тексеру үшін ойын ойнап көрейік. Бұл ойын дұрыс емес деп аталады. Оқушылар, сіздерге бірнеше ақпарат беріледі. Ақпараттың дұрыс еместігін шектеулі уақытпен ойланып, бірге анықтайық. Күн лаулап жанып тұрған, өзінен жарық пен жылу шығаратын газды шар. Дұрыс, әрине. Күннің бетіндегі температура 3000 градус шамасында. Дұрыс емес.
Күн жерге ең жақын орналасқан жұлдыз. Дұрыс. Күннің сәулесі жерге 8 сағатта жетеді. Дұрыс емес. Күн өз білігінен батыстан шығысқа қарай айналады. Әрине дұрыс. Оқушылар, осы ойында барлықтарыңыз дұрыс жауап берді деген ойдамын. Оқушылар, суретке қарайық. Бірінші, күннің ғаламшарымызға қандай пайдасы бар? Екінші, адам күннің қуатын қалай пайдаланады? Осы жөнінде ойланайық. Және жауап берейік. Күн ол жерге жарық және жылу береді. Күн өсімдіктің өсуіне көмектеседі. Күн сәулесі зиянды микробтарды жояды. Адам денсаулығын нығайтуға ықпал етеді. Және де оның қуатын күн батареяларына пайдаланады. Оқушылар, бүгінгі сабағымызға байланысты тірек сөздерімізді сөздік қоржынымызға толтырайық. Жер, земля, эрч. Күн, солнце, sun. Ғаламшар, планета, planet. Жарық, светло, shining. Жұлдыз, звезда, star. Жақсы, рахмет балалар. Оқушылар, бүгінгі біздің кері байланысымыз қол соғу арқылы. Яғни 3 рет қол соғу тамаша, 2 рет қол соғу жақсы, және 1 рет қол соғу ол орташаны білдіреді. Осылай өз ойларыңызды білдіретін боласыздар. Оқушылар, сабағымыз осымен аяқталды. Қош, сау болыңыздар.